тісіңіз ауырып қақсаса, қолжетімді зат кез келген огородтан, бау-бақшадан табылатын осындай шалфей деген өсімдік бар. Бұл жылдан жылға көбейіп, ұрығын шашып көбейе береді. Шашыратқы, түймедақ және шалфей деген өсімдіктер емге қажетті, өте пайдалы. Осыны тісіңіз қақсаған кезде, тісіңіз ауырған кезде азырағын алып, қайнатып, 5 минуттай қайнатсаңыз болды. Суығаннан кейін жылыдай қылып тісіңізді шаясыз. Тісіңізді 2-3 рет қайталайсыз, сразу тісіңіздің ауырғаны басылады. Август айынан, тамыз айынан бастап гүлдейді, сентябрьдің аяғында гүлдеп бітеді. Түрі осындай болады, гүлінің цветі. Танып алыңыздар, мен осыны жуылып қойдым, қысқа керек болып қалар деп. Тіркеліп лайк қалдырамыз.